қатысушы өзінің психологиялық қажеттілігін қанағаттандырады. Құтқарушы ең белсенді қатысушы. Сен өзің кінәлісің. Өзінің жәбірленуші екенін түсінбеуі мүмкін. Ашуын жәбірленушіге көрсететін бәрі өтірікші. Бұл адам маған не үшін керек? Өзіңді қорғауды үйрену. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Меруерт, мен психолог-консультантпын. Видео ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен өте қызық психологиялық тақырыппен бастағым келіп отыр. Бұл Карпман үшбұрышы деген тақырып. Бұл үшбұрыш жәбірленуші, құтқарушы және агрессор, яғни қудалаушыдан тұрады. Бұл үшеуінің арасындағы қарым-қатынас келесі схема бойынша өрбиді. Агрессор жәбірленушіні шабуылдайды, қадағалайды, барынша кемсітіп басынады. Жәбірленуші бұған басына түскен жағдай және басқа адамдар кінәлі деп қиыншылық көреді. Құтқарушы туралы айтатын болсақ, екеуінің арасында кірісіп жәбірленушіні қорғайды. Жәбірленушіні тыныштандырып оған көмектеседі. Солайша менсіз саған қиын болады дегенге келтіріп өзіне шақырады. Үшбұрыштағы қатысушылардың ешқайсысы өз күштеріне сенбейді. Үшбұрыш кез келген салада бар және әрқайсысында әртүрлі рөл ойнаймыз. Және үш рөлде бір-біріне тәуелді. Қудалаушыға ашуын шығарып алу үшін жәбірленуші керек. Бұл алдыңғы айтқан абьюзер, ал жәбірленуші туралы айтатын болсақ, бұларға кінәні басқа біреуге арту ыңғайлы, ал құтқарушыға біреуді қорғау қажет. Егер жәбірленуші болмаса, агрессор ешкімді басына алмайды, ал құтқарушыға ешкімді қорғау қажет емес. Егер агрессор болмаса, жәбірленушіге кінәні тағатын адам қалмай қалады. Осылайша әрбір қатысушы өзінің психологиялық қажеттілігін қанағаттандырады. Бұл модельдің авторы американдық психолог Стивен Карпман. Сол себепті оны Карпман үшбұрышы деп атайды. Алдыңғы видеодан сіздер агрессорды бірден біліп таныған шығарсыздар. Ал өзінің барлық ашуын жәбірленушіге көрсететін сынаушы, сөгіп, құндылығын төмендетіп, басқалармен салыстырып, ұялдырып, кемсітіп, газлайтинг көрсететін абьюзер. Сондай-ақ агрессор тым ашушаң жәбірленушіні қорқытады. Қудалаушының көп насихат айтуын байқауға болады. Сондай-ақ өзінің күшін, беделдігін, басымдылығын көрсететінін байқауға болады. Қудалаушының сен өзің кінәлісің, сен өзің осыған лайықсың деген позициясын жиі естуге болады. Жәбірленушінің рөлі Карпман үшбұрышындағы ең пассивті және көнгіш роль. Жәбірленуші үнемі басқа адамдарды, жағдайларды немесе тағдыр сияқты сыртқы факторларды кінәлайды. Көбіне өзін қанауға ұшыраған және жәрдемсіз сезінеді. Бір жағынан жәбірленуші өзінің агрессордың тартқанын, екінші жағынан өзінің қиыншылықтарын мойнына алатын және тыныштандыратын құтқарушының пассивті түрде күтеді. Жәбірленуші жертва өзінің жәбірленуші екенін түсінбеуі мүмкін. Бұл жай ғана баланың ата-анасының өмір сүру жолын қайталауы болуы мүмкін. Және бұл жерде келесілерге назар аударған өте маңызды. Өмірге шағымдану, пассивті түрде көну, өзін өзі төмен бағалау, өзін кем сезінуі, қорғанысты қажет ету, тәуелділікке бейімділік, қарыз бен кінә сезімдері, жұмсақтық, әлсіздік таныту, өзіндік позицияның болмауын, басқаның көзқарасы мен кеңесіне еру. Құтқарушы ең белсенді қатысушы. Оның рөлі жәбірленушіге өзінің эгосын жұбатуына көмектесу. Өзінің альтруизмін танытып, өзін басым сезіну үшін жәбірленушімен тәуелді қатынаста болады. Бұл өз алдына психологиялық зақым. Ол адам бала кезінде махаббат алу үшін және өзіне көңіл аударту үшін ата-анасы мен жанындағы адамдардан
мақұлдағанын алу үшін жасайды. Барлығына жағып, барлығын қуантқысы келген адамдар енді осы құтқарушымен не істейді? Жасанды альтруизм сұрамаса да өте көп кеңестер береді. Оған мақұлдылық қажет. Өзіне зиянды болса да басқаға көмектеседі. Соңғысына дейін бере салуы мүмкін. Күші мен энергиясын бос шығымдайды. Біздің кез келгеніміз үшбұрышқа түсіп қалуымыз мүмкін, тіпті өзіміздің басымызда да үшбұрыш құрап алуымыз мүмкін. Мысалы, сіз демалғыңыз келді делік, ішкі абьюзер, агрессор, бұл демалу идеясын, бұл саған не үшін қажет? Ақшаны жинау керек. Әлемде қауіпті жағдайлар болып жатқанда қайда бармақсың? Не себепті міндетті түрде осы шетелге бару керек саған? Не үшін сонша ақша шашасың деп сөгеді. Осылайша ішкі агрессор сіздің шынайы қалауларыңызды басады. Сөйтіп, сіздің ішкі меніміз агрессордың айтқанымен келісіп, іштей жәбірленушіге айналады. Сол кезде транзактілі анализ бойынша жеткілікті түрде ересек емес екеніңіз туралы қорытындыға келуге болады. Тағы бір мысал, біздің барлығымызда жақсы қыз, жақсы ұл қандай болу керек екенің белгілі бір көрінісі бар. Мысалы, сіз біреумен танысқыңыз келеді. Транзактілі анализ бойынша бұл ішкі баланың қалауы. Дәл осы кезде сынаушы ата-ана оянады іштей. Үшбұрыш бойынша агрессор, абьюзер, ол саған не үшін қажет? Сені елемейді бәрібір. Саған жауап бермейді. Сен кімге керексің? Бұл сенің типің емес. Басқа адамдар бәрі өтірікші. Сені бәрі алдап кетеді. Бұл адам сені қолданып кетеді. Бұлай қорғу болуға ұялмайсың ба? Деген сияқты көп нәрсені айтады. Яғни үшбұрыштағы ішкі қудалаушы, ішкі баланың жаңа бірдене бастап көргісі келетін қажеттілігіне өзінің күшін салып басады. Енді ғана балалық ынта әлемге ашық болумен танысып келе жатқанда біртіндеп сөнгенін байқаймыз. Нәтижесінде адамның қалауларының жүзеге аспағанын көреміз. Ондай адам ешкімге керек емеспін, әлем қауіпсіз, орта тоже онша емес, айналадағы адамдардың барлығы өтірікші, өмір соншалықты жарқын емес, әрі қызықты емес деп жәбірленушіге айналуы мүмкін. Тағы да транзактілі анализ бойынша үлкен кідіріс бар. Ол барлық билік агрессордың қолында деген сөз. Бұл не себепті мен бұл айтып тұрмын? Менің ойымша, әрбір адамда өзіндік жұмыс жасалынбаған ерекшелігі бар. Қай жағдайда ол адам агрессор, абьюзер болса, кейде құтқарушы немесе жәбірленуші болуы мүмкін. Және терапияның басты мақсаты ең бірінші ішкі менді жинақтау. Бұл ересек бөлімімізді айтып тұрмын. Ішкі баланы мықтау, өзіңді қорғауды үйрену, қажеттіліктеріңді айту. Шындағанда мен нені қалаймын дегенді зерттеу. Сондай-ақ ішкі сынаушыны қалай жеңу керек, соны ойластыру керек. Себебі дәл осы сынаушымен жұмыс жасалынбаған кезде біз үнемі барлық осы зақымдарды көтеретін адамдарды кездестіріп отырамыз. Және шындығында біреу біздің ішкі дүниеміздегі белгілі бір бөлігіне тиіп кеткенде, біз басқалардың арқасында өсеміз. Қарым-қатынаста абьюзер өзінің жұбына, серіктесіне мен басқа адамымды тауып алғанына сен кінәлісің деп айтуы мүмкін. Сен өзіңе қарамайсың, сен жеткілікті түрде күшті емессің, жақсы емессің, сен мені мотивировать етпейсің, сен табысты емессің деген сияқты көп нәрселерді айтуы мүмкін. Осының барлығын естіген жәбірленуші, мен бейшара бақытсыз адаммын, маған көмектесіңіздер, маған кеңес беріңдерші. Иә, бірақ маған бұл келмейді, себебі менде басқа жағдай дегендей сөніп бастайды. Жәбірленуші өзін кінәлап, басқа адамның жауапкершілігін өз мойнына алады. Құтқарушы бұл жағдайда мен саған көмектесейін, егер бұл ашынасы болса. Сені осы қарым-қатынаста тым қинап жіберіпті.
мен саған тамақ жасайын, не ішесің, не жейсің, бейшара дегендей келтіруі мүмкін. Үшбұрыш моделі құтқарушының қудалаушыға айналуымен жәбірленушінің құтқарушыға, қудалаушының жәбірленушіге айналуымен және тағы басқа қауіпті нәрселерді көре аламыз. Мысалы, ер адамды алатын болсақ, егер ол шөп салып жүрсе, жаңа қарым-қатынаста шөп салып жүрген жерде ол былай айтуы мүмкін: мені әйелім қинап жіберді, менің қызым маған дұрыс күтім жасамайды, тамағымды бермейді, менің кірімді жумайды, маған ақшаны көп тап дегендей көп бір өзінің наразылығын айтады. Сол кезде бұл ер адамның рөлі жәбірленушінің рөлі болып көрінеді. Сондағы айтпағым, ер адамның өзінің жеке өмірінде көңілі толмаған жерде любовницасын тауып, басқа адамды тауып, сол жерде сол өзінің шағымын айтады. Сонда бұл жердегі көрініс негізі үйде проблемаларын шешетін ер азамат оны шешкісі келмей, өз-өзіне жауапкершілікті алғысы келмей, қашып, басқа адамды іздеп, сол проблемалардан қашып жүреді. Ал любовницалар туралы айтатын болсақ, мысалы, сол ер азаматтың сөзін естіп жүрген жаңа әйел, ол құтқарушы рөлін атқарады. Ой, ты мой бедненький, ты мой сладенький, сені қинап жіберіпті ғой, бейшара, байқұс, келе қойшы, жүр тамағымды салып берейін, бүйтейін сөйтейін деген сияқты сол іс-қимылдарын құтқарушы ретінде сол психологиялық тұрғыда сол үшбұрыштағы өзінің рөлін жасайды. Немесе қыз бала жұмысы туралы көп шағым айтуы мүмкін. Осы жұмыстан шаршадым, бітпейтін жұмыс, мен бастығым осындай, бұндай деген сияқты. Бұл кәдімгідей жәбірленушінің сөздері. Өйткені егер адам күнде жәбір көріп жатса, сау адам неге ондай жерден кетпеске? Осы менің айтпағым. Сондағы психологиялық тұрғыда жәбірленуші шағымын айтып, уәжін айтып жүре береді де, бірақ сол жерде қала береді. Психологиялық тұрғыда бұл адамның өзінің күшіне сенбей, сол жерде тұрып қалу. Сонымен өмір өтеді. Өйткені бұл деген ата-аналардан үйренген, айналадағы қоршаған қоғамнан үйренген сылтаулары. Ал енді ойындарға келетін болсақ, абьюзер, қудалаушы осы сен болмағанда деп айтуы мүмкін. Бұл ойынның қатысушылары жауапкершіліктен қашып, басқаларды кінәлауға тырысады. Ал ұсталдың ба иттің баласы деген қудалаушының басқа ойыны, қудалаушы жәбірленушіге тиісу үшін қолдана алатын әртүрлі диагноздар жинай бастайды. Ал құтқарушының ойыны келесідегідей: мен тек көмектесейін деген едім. Ол пайдалы болуға тырысады және сол үшін алғыс күтеді. Сендер менсіз не істер едіңдер дегендей, бұл барлығының өзінің таптырмайтын адам екендігіне сендіретін басқа ойын. Жәбірленушінің ойыны олар мені, яғни жәбірленуші айналасындағыларды ашу мен ызалануға азғырады. Және тағы бір ойын, ол барлық жақын адамдардың кеңестерімен келісіп, бірақ ең соңында теріс айналып, қараңдар, сендер маған не істедіңдер деген сөзді айтуы мүмкін. Мысалы, бұл адам маған не үшін керек? Бұл араласудан мен не аламын? Бұл адаммен араласқым келе ма? Бұл ара қатынасты басқаша іске асыру үшін қаншалықты мүмкін? Басқа адамның мәселелерін шешу үшін мен өз күшімді жұмсауға дайынмын ба? Оның әңгімесін не үшін тыңдауым керек? Бұл жағдайда ең бастысы өз-өзіңізбен адал болу.
тек өзіңізге мысалы құтқарушының рөлі делік, иә, сол қалауларыңызды мойындап қана рөлден арылып, сценарийден босатылуға болады. Кей жағдайларда бізді манипуляциялап тұрған адамның араласуды тоқтата алуымыз мүмкін. Сол кезде келесі сұрақты қою өте маңызды. Мен саған қалай көмектесе аламын? Бұл жәбірленушіге арналған сұрақтар. Және келесі сұрақ, нақты немен көмектесе аламын? Келесі сұрақ, сен өзің не істеуге дайынсың? Ал енді ене мен келін жағдайын бірден талқылап өтейік. Бұл жағдайда көбіне келіні жәбірленуші болуы мүмкін. Жәбірленушіде енесіне қатысты өте көп агрессия болуы мүмкін. Себебі енеге қатысты ештеме айтуға болмайды. Бұл біздің мәдени ерекшелігіміз, және осы агрессияны бойына жинақтаған келін, ол үшін оны шығару зиян. Өзіңізге қатысты өте көп сын естіген кезде не істеу керек? Әрине, ересек бөлігіңізден жауап беруді үйрену. Сол маңызды. Неге дейсіз бе? Мысалы, себебі көп сын естігенде біз бала бөлігімізге өтіп кетуі мүмкін. Өзіңізге қатысты өте көп сын естіген кезде не істеу керек? Ересек бөлігіңізден жауап беруді үйрену өте маңызды. Сол айтарым. Неге десеңіз, себебі біз көп сын естіген сайын біздің бала бөлігімізге өтіп кетуі мүмкін. Және бұл күй бала кездегі бастап кешкен жағдайларды еске түсіруі мүмкін. Мүмкін сізге жақсы қыз болу керек деген іштей тосқауыл болуы мүмкін. Және сізге ашық және тіке айтуға болмайды. Себебі сыншыл ата-ананың көзқарасы бойынша жақсы қыздар қарсы ештеңе айтпауы керек. Әйтпесе ұрыс керіс болады. Мысалы, сізге бешбармақ дұрыс дайындамады деп сын айтуы мүмкін. Мынау қандай оливье деп айтуы мүмкін. Ондай жағдайда мен мұны қалжыңға айналдырып, мен әлі жаспын, үйреніп кетемін деген сөзді айтушы едім. Немесе, рахмет пікіріңізді білдіргеніңізге, бірақ мен өзіме қателесуге рұқсат беремін. Немесе, ал сіз қалай жасайсыз? Егер маған үйретсеңіз, алғысым шексіз болар еді, деп айтар едім. Бірақ өте ұшыққан кездерде болып тұрады. Мұндай жағдайда келесідегідей сұрақтар қойған дұрыс болар деп ойлаймын. Қазір не болып жатыр сізбен? Сіз маған не айтқыңыз келіп тұр? Бұл диалогтың мақсаты қандай? Дегендей, менің ойымша тіпті отырып сөйлесіп, сізден не қалайтынын нақтылы сұрауға болады. Мысалы, енеңізде қонақ күтуге байланысты уайымы бар делік. Және осы уайым айналасындағы адамдарды сынауға айналып кетуі мүмкін. Егер де осындайды байқасаңыз, онда мен сіздің уайымыңызды және қаншалықты бұл қонақтардың сіз үшін маңызды екенін түсінемін. Мен барлығын да жасаймын. Маған сеніңіз, бірге команда болып жұмыс жасайық. Маған сіздің қолдауыңыз өте қажет, деп айтуға болады. Осы видеоны көріп, көңіл бөлгендеріңізге көп рахмет. Қойған сұрақтарыңызға рахмет. Осы видеоны сіздер үшін пайдалы болды деген үміттемін. Әдетінше осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, пікір сұрақтарыңызды қалдырып отырыңыздар. Келесі кездескенше.